Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Маған осы банановый кекс өте қатты ұнады. Рецебін сіздермен бөлісуге сондай асықтым. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қамырын жасаймыз. Ол үшін бізге сондай таза піскен 2 банан қажет болады. Барлығын осылай бөліктерге бөлеміз. Қоспалардың барлық нақты мөлшерін видеоның астынан описаниеден көре аласыздар. Таза піскен банан болса, кекс одан сайын дәмдірек бола түседі. Қатты кішкентай емес, орташа көлемдегі банандарды алыңыз. Шанышқымен барлығын жақсылап езіп шығамыз. Үстіне 1 жұмыртқаны жарып саламыз, және де қант және сұйық майды үстіне құямыз. Бұл кекс өте оңай дайындалады. Құрамындағы барлық қарапайым заттар тек қана банан болса болғаны. Енді осының барлығын миксердің көмегімен аппақ түске енгенше, көпіршігенше жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Жақсылап араластырғаннан кейін үстіне құрғақ қоспаларды саламыз, яғни ұн, ас содасы, қопсытқыш және де корица. Корица кексқа ерекше түс, ерекше дәм береді. Және де осының барлығын миксермен жақсылап тұрып араластырамыз. Бізде дәл осындай қоюлықта шығуы қажет. Бұдан қою болып кетсе, онда кекс қатты болып қалады. Үстіне өзіңіздің қалауыңызша шоколад, кептірілген жүзім немесе жаңғақ салуыңызға болады. Өз қалауыңызша ол енді. Келесі осындай кекстің формасына жақсылап тұрып бір тегіс етіп құямыз. Бетіне 3-ші бананды қабығын аршып, дәл видеода көрсетілгендей ортасынан теңдей етіп бөлеміз. Видеода көрсетілгендей орналастырамыз. Пісіп шыққан кезде бұл банандар кексқа одан сайын әсемдік береді. 170 градуста 50 минут немесе 1 сағат пісіреміз. Піскенін шпажканы тығып көру арқылы тексереміз. Формадан алып жақсылап тұрып суытамыз. Әбден суығаннан кейін дәл видеодағыдай бөлеміз. Мінекей достар, ортасы қалай көтерілген көріп тұрсыздар. Өте керемет көтерілген. Жұмсақтығын енді айта алмаймын. Жұмсақ болып пісіп шыққан, дәмі деген енді ауызда ереді. Өте керемет болып шықты. Міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Үстіне өз қалауларыңызша қаймақ пен қантты араластырып құйып жіберсеңіздер де болады. Өз фантазияларыңызға қарай сәндей берсеңіздер болады. Маған өзіме кептірілген жүзім қосып жасалғаны өте қатты ұнады. Өзім осындай керемет рецепт тапқаныма қуаныштымын. Өте керемет, сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Егер видео ұнаса, өз пікірлеріңізді, ойларыңызды комментарийға қалдыруды ұмытпаңыздар. Видео ұнаса лайк басып, алдағы қызықты видеоларды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ас болсын!